Сәлем шаян тектірмас һәм һәр вақыт қызықсынушан дусларым. Сіздің пуларығыз ішке тұтынырға әзір мейді, олайса тезірек қушылығыз, ішіміздің башлап жіберейік. Бүгін біз сіздің білән шаян қоян ясыяшағыз. Мұның үшін бізге бірнеше қотырғы кисәгі, бек көп түрлі бизәгішлер, мындай матур көзлер, бұрыннар, тәпилер, шулай қошы, жилім яйса екі яқлы скотч, степлер һәм фломастерлар керек болашақ. Ішімізді башлап жіберәбіз. Баштан ике ұзынрақ болған қатырғыны бізге цилиндрлар етіп, ябыштырып қойырға керек. Міне бұл цилиндрларны шулай степлер білән де электрірге мүмкін. Болды, олар білән іш бітті. Хәзір біз үшінші қатырғы кисәген алабыз. Оңардан біз қоянның құлақларын кесіп алашағыз. Міне шындай құлақлар келіп шыға. Хәзір бізге цилиндрларны бір-бірсіне тұташтырып, электрірге керек болашақ. Міне шулай келіп шыға. Үске алдан үк әзірләп қойған құлақларны ябыштырабыз. Ләкин баштан оларды бизәп қойырға керек. Мұның үшін оларға міне мұндай матур тамшылар ябыштырабыз. Һәм бір құлақны біраз ғана асқа таба, мына шулай түгәрәкләп қоябыз. Астын бүкләп қоябыз, һәм мына шулай етіп цилиндрларға ябыштырабыз. Мына шулай келіп шыға. Асқа қоянның тәпиләрін ябыштырабыз. Міне шулай шыға. Хәзір қоянны безейбіз. Мұның үшін оның yüzін ясайбыз, һәм үскі тәпиләрін ябыштырабыз. Һәм фломастер ярдәмендә ауызын һәм мыйыкларын ясайбыз. Міне шындай қоян келіп шықты, ләкин нәрсәдір жетмей кебек. Әлбәттә, кишер. Һәр қоянның үз кишері болырға тиеш. Хәзір біз оны да ясап қоябыз. Мұның үшін мен алдан үк қатырғыны міне шолдай формада етіп кесіп шықты. Оңа кишернің яфрағын тығабыз. Һәм міне бұлай етіп степлер ярдәмендә электрәбіз. Һәм ике яқны асқа таба бігіп, ашын ябыштырып қоябыз. Достар, міне шындай қоян келіп шықты. Сіз де хешексіз мұндайны ясап қарағыз һәм инстаграмға шоян кул ішлері хэштегі білән шығарығыз. Мен оларны хешексіз қарап барашақмын. Әйіңізді қолыларны беріге қонаққа шақырашақмын. Бүгінге есе шулар еді. Келесі ұшырашуларға қадар. Сау болыңыз!